Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті пәнінен адамгершілік асыл қасиет бөлімі бойынша Марат Қабанбайдың Бауыр әңгімесі бойынша сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақтарда біз қазақ балалар әдебиетінің жазушысы, керемет жазушысы, өзінің басынан өткен оқиғаларын қағаз бетіне көркем етіп түсірген Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасымен таныс болдық. «Менің атым Қожа» шығармасын бұрындары тек теледидардан көретін болсақ, енді оның кітап нұсқасымен танысып, шынайы оқиға негізінде қандай болғандығымен барлығымыз куә болдық. Құрметті оқушылар, енді біз бүгінгі сабақта әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттаймыз. Құрметті оқушылар, бұл оқу мақсаты бізге таныс. Яғни бұл жерде біз шығарманың жанры қандай екендігін, идеясы қандай екендігін, сюжеттік дамуы қандай екендігіне қысқаша тоқталатын боламыз. Алдымен Марат Қабанбаев кім еді? Қандай жазушы? Сол нәрселерге тоқталып өтейік. Марат Қабанбаев 1948 жылы 22 наурызда Зайсан ауданындағы Қараүңгір ауылында туған. Зайсан ауданы біздің Шығыс Қазақстанда орналасқан екен. Құрметті оқушылар, Марат ағаларыңыз дүниеге келген уақыт қандай кезең еді? Ол кез тарихта несімен есінде қалды? Осы жайлы кішкене тоқталып өтейік. 1948 жыл дегеніміз, бұл 45 жылғы ұлы отан соғысы жеңісінен кейінгі уақыт еді. Әрине, соғыстан кейінгі уақыт ешкімге де оңай тиген жоқ. Жеңіс келгенімен қазақ елінде кеңес үкіметінің басқа елдері сияқты соғыс зардабын көп тартты. Жесірдің халі, жетімнің халі, әр түрлі жағдайлар әдебиеттің, мәдениеттің, рухани өмірдің, сондай-ақ тұрмыстың кешеуілдеуіне сеп болған екен. Міне, сондай кезеңде өмір сүрген Марат ағаларыңыз балалар әдебиеті туралы қалам тартып, көптеген шығармалар дүниеге келтірген. Марат Қабанбаев беріде 2000 жылы қайтыс болған. Ол Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітіргеннен кейін Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінде, Жалын баспасында, Қазақ ССР баспа полиграфия және кітап саудасы істер жөніндегі мемлекеттік комитетте қызмет жасаған екен. Марат Қабанбаевтың есімін орыс әдебиетінде де көптеп кездестіруге болады. Құрметті оқушылар, осындай мәліметтерді ғаламтордан немесе кітаптарынан іздей отырып, дыбыстар сөйлейді стратегиясын толтырып көріңіздер. Яғни Марат Қабанбаев деп жазып, оның әр әрпінен басталатын, оған тікелей қатысы бар, өмір дерегіне қатысы бар мәліметтерді сол әріптен бастап түсіріңіздер. Мен 12-ге толғанда атты телефильм жазушы шығармасы негізінде шыққан. А дегенге қалай келтіруге болады екен, ойланып көріңіздер. Р дегенге романның аты Айшылық алыс жол. Осы сөйлемдерді өзгертсеңіздер де болады, немесе басқа қалып кеткен дыбыстарды толықтырып шығуларыңызды сұранамын. Құрметті оқушылар, бауыр дегенде көз алдарыңызға не елестейді? Қандай жағдай елестейді? Иә, бәріміздің де бауырымыз бар. Ол ағамыз, әпкеміз, бірге туған туысқандарымыз. Қазақ халқы бауырмал. Және осы қарым-қатынасқа аса көп көңіл бөледі. Ол басқа ұлт сияқты жалғыз емес. Ол басқа ұлт сияқты тек қана мен бармын деп кеудем соқтыққа бой алдырмайды. Бауыр қазақ үшін қашанда бірінші ретте тұрады. Ол бірге ойнап өскен, тай құлындай тебіскен, тіпті досы да болуы мүмкін. Сондай-ақ ағасы не әпкесі болуы мүмкін. Отбасындағы бауырларыңыздың жылы қарым-қатынасын сақтап қалу өте маңызды. Себебі адам өскен кезде әр түрлі ортаға үлкен азамат болып, тұлға болып қалыптасқан кезде де өзінің бауырларын сағынып, жан ұясында өткен ыстық сезімдерді жылы шыраймен еске алатын болады. Алдыңғы шығармаларда біз Бауыржан Момышұлының осы ретте Ұшқан ұя шығармасын бір айтқан болатынбыз.
Сондықтан барлығымыз бауырға өте ұқыпты болайық. Оның айтқанына, оның ойынына, оның жасаған әрекеттеріне аса сабырлықпен қарап, өзіміздің балалық шағымызда жылы естеліктер қалдыра білейік. Міне, осы тақырыпта Марат Қабанбай не жазды екен? Барлығыңыз осы бауыр шығармасын оқып шығыңыздар. Себебі біздің алдыңғы сабақтарымыз тікелей осы шығарма желісі бойынша өрбейтіндіктен түгеліңізбен осы әңгіменің мазмұнымен, мәнімен танысып шығуға кеңес беремін. Жалпы бұл шығарма әңгіме ретінде жазылған, көлемі шағын, барлықтарыңа түсінікті. Ал идеясы бұл жерде автор шындық өмір көріністерін ала отырып, жетім балалар тағдырына деген аяушылық сезімді білдіреді. Барлықтарыңыздың кітаптарыңызда Марат Қабанбайдың Бауыр шығармасы берілген. Оның басталуы Манап атты кісінің омбыдағы балалар үйіне келіп, інісін іздеумен басталады. Яғни директордың кабинетіне келген Манап өзінің інісін іздеп жүргендігін директорге баяндайды. Одан кейін оқиға директордың Элжбета Сергеевнаға берілген тапсырмасы арқылы, яғни оның інісінің аты жөнін сұрастырып, ары қарай екеуінің іздестіруі арқылы Қалиға қарай жол тартқандығын білеміз. Ал Қали кім екен? Балалар үйінде Манап жатыр мекен, әлде Қали жатқан бекен? Қали балалар үйінде қандай сүйікті іспен айналысқан екен? Осы мағлұматтардың барлығын шығармаланы оқи отырып түсінесіздер. Қали неге ренжулі деп ойлайсыздар? Олай болса, сіздерге осы ретте мынандай тапсырма бергім келеді. Осы шығарманы оқи отырып, сюжеттік дамуын сипаттаңыздар ары қарай. Яғни оқиға қалай шиеленісті, қандай шарықтау шегіне жетті және шешімі қандай болды. Құрметті оқушылар, барлығыңыз Бауыр шығармасын мұқият оқиды деген ойдамыз. Олай болса, біз бүгін сабақта Марат Қабанбаев туралы мәліметтерді білдік, Бауыр әңгімесінің сюжеттік желісімен таныстық. Мен сіздердің шығарманы оқуларыңызды құзырларыңызға қалдырамын. Сондықтан ары қарай сюжеттік дамуын сипаттап, тақырыбы мен идеясына тоқталуды тағы да келесі сабақтарда жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар, рахмет.